Барлықтарыңа сәлем достар, желіде каз ММА әлем жаңалықтары және ой пікірлер. Жаңа арна достар, енді видеолар осы арнада шығатын болады. Жалпы роднойлар қаңтар айы жақындап қалды. Коронавирус келесі жылы бізді өз жайымызға қояды деген үміттемін. Жылдың басында қысқа ғана реклама сіздерге. Прелим 16 қаңтарда керемет раз-на-раз Келвин Картер мен гавайлық Макс Холлоуэй ивенті бар. Содан кейін 4 күн демаламызда 20 қаңтарда Чимаев пен өткенде отмена болған Леон Эдвардстың жекпе-жегін тамашалаймыз. Одан кейін тағы 3 күн демаламызда Конор мен Дастин Пориеннің колмейн ивентін көреміз. Оның алдында сол картта ұмытпайық, жерлестеріміз бар. Жалғас Жұмагулов пен Альбази бар. Сергей Мороз бен Омар Нурмагомедов та сол картта жекпе-жек өткізетін болады. Жалпы азғантай қалды. Видео басталмай тұрғанда бір сұрарым бар сіздерден, лайктарыңды аямаңдар, пікір міндетті түрде жазыңыздар, ойларыңыз болса бөлісіңіздер. Орыстар қырватыр. Мага Исмаилов пен Минеевтің трэш-тогы ел аузында. Хабиб пен Конордың дежавюсы қайтып өткен сияқты. Сіздер қандай ойда болдыңыздар? Көргендер болса пікір міндетті түрде жазыңыздар. Және бөлісе кететін сәт осы екеуінің жекпе-жегі өткен соң құшақтасып дос болып кетсе таң қалмаңдар. Трэш-тог ол трэш-тог, ал соғыстан кейін құшақтасу ол Исманың әдетінен айналып кеткендей. Өзбек жауынгері Махмуд Мурадов қаңтарда октагонға қайтып шығады. Қарсыласы Эндрю Санчес деп белгіленген. Соңғы жекпе-жегінде Махмуд ковид синдромы анықталып, жекпе-жек мүлдем карттан алып тасталған еді. Махмуд Мурадов болса, сонау 2016 жылдан бері қарай бірде-бір жеңіліс көрмей келе жатыр. Қазіргі UFC-да мықты проспект жауынгер десек болатын шығар. Ауыр дивизионда достар қызықты жаңалықтар болып жатыр. Джон Джонс келді, есік ашып, енді твит соғысының көкесін көресіңдер. UFC-ден керемет жаңалық бұл біздерге. Негізі легенда Джон Маккарти жеңіл салмақта болып жатқан түйіндер жайлы өзінің ойын айтты, яғни кім чемпион болатынын айтты. Оның интервьюынан үзінді алсақ, ол былай деп өз ойын жеткізді. Егер Хабиб Нурмагомедов белдігін алып мүлдем UFC-ден кететін болса, оның орнына Конор Макгрегор міндетті түрде чемпион болады деп айтты. Ал оны естіген Порие қарқынды дайындық үстінде, негіз біраз қырғын қырылыс қақтығыс көрейін деп тұрған сияқтымыз. Энтони Петтис естерінде болса UFC-ден өз еркімен кеткен еді. Түсінуге болады әрине, ол Тони Фергюсонмен реванш сұрап еді. Реванш сұраған организация бермеді. Петтис түсінгендей артына қарамай қолбағын алып ПФЛ-ға контракт қол қойып өз жаңа организациясына келді. Негізгі шоу-таймда өте керемет мүмкіндік бар. ПФЛ-де Петтиске ұқсаған жауынгерлер өте аз десек болады. Осында чемпион болан деп келген секілді. Басқа айтатын жоқ. Петтиске денсаулық және жетістікке жетуіне тілектеспіз. Алда жаңалықтар күтіңіздер. Оған дейін судай жаңа арнаға жазылыңыздар. Лайктарыңыз конкретно керек болып тұр. Пікірлеріңізді жазыңыздар. Ұнаса әрі қарай жалғастырамыз. Я қоя салайын ба? Чё там, роднойлар? Давай келесі видеоға жүздескенше сау саламатта болайық. Пікір, лайк міндетті түрде.